қазіргі замандағы ақпарат даму, жаһандану деген нәрседе ұлттық құндылықтарымыздан, яғни өзегімізден, тамырымыздан ажырап кетпеудің бірден бір септігі мынау руханият жолындағы өнер адамдарымен кездесу өткізулері. Яғни бір-бірімізбен рухани байланысу арқылы, рухани сабақтасу арқылы мәдени мұраларды, ұлттық құндылықтарды, әдебиет саңлақтарын таныту бірден бір жол деп білеміз. Ендеше Назарбаев мектебіндегі ұстаздар ұжымына осы бағытта істеп жатқан еңбектеріне сәттілік тілеймін. Әрине нәтижеміз нұрлы болсын, сол жүрегіміз жырлы болсын. Рахмет сізге. Бұл енді ерекше бір талантты, дарынды балалардың басын қосқан үлкен білімнің шаңырағы ғой. Біз ерекше бір атмосфераны сезіндік осы жерде. Өнерге деген құлшыныс, өлеңге деген іңкәрлік, осының бәрі біздің бүгінгі кешімізде орын алды. Соған қуандық, жастардың көздерінде жарқыраған от көрдік. Әрі қарай да ертеңгі елдің болашағы, келешегі осы бір жарқылдап тұрған нағыз өр рухты, жалынды, ешқандай кедергіден қорықпайтын, намысшыл, тәуекелшіл жастар ғой. Сондықтан біз сіздердің осы бір шаңырақтарыңыздағы, білім ордаларыңыздағы талантты буындарды тәрбиелеп, түлете берулеріңізге тілектестік білдіреміз.